Елордада 7-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумы басталды. Бұл жиын Қазақстан үшін ғана емес, халықаралық деңгейде мұнайдың саудасы мен саясатын анықтайтын алқа болады. Яғни көптеген елдердің мемлекеттік орган басшылары мен алып энергетикалық корпорация өкілдері және белгілі сарапшы мамандар 2 күн бойы пікір алмасатын болады. Бұл форумның тақырыбы тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру. Алқалы жиынға қатысып жүрген әріптесім Эльдар Бақпаев әңгімелейді. Астанада Қазэнерджи Еуразиялық форум өтуде. Халықаралық деңгейдегі бұл форум Елордада биыл 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Форумға 50 елден делегаттар келді. Олардың ішінде танымал саясатшылар, әрі энергетикалық компаниялардың басшылары, халықаралық сарапшылар бар. Биылғы форумның тақырыбы өзгерістер торабындағы әлем, тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру деп аталады. Бұл әрине кездейсоқтық емес. Энергетика нарығындағы бүгінгі жағдайды сарапқа салсақ, әлем қазіргі таңда өзгеріс құшағына енгенін байқаймыз. Бұл факторлар белгілі бір деңгейде әлемдік энергокеңістік құрылымның өзгеруіне де ықпал етуде. Сондықтан да нарық ішіндегі ойыншылар энергетиканы дамытудың басымдық жүйелерін бейімдеу барысында осыған мейлінше назар аударуы тиіс. Осы арада Еуразия кеңістігінің энергетикалық әлеуеті мен географиялық жағдайының маңыздылығы арта түседі. Ал Еуразияда мұнай өндіру ауқымын өсіруде негізгі күш Қазақстан болып табылатын сарапшылар жақсы біледі. Сондықтан да энергетика нарығының әлемдік деңгейдегі біздің еліміздегі ірі мұнай-газ жобаларын назардан қалт жібермеуге тырысады. Алқалы мәжілістер барысында әлем ішіндегі мұнай-газ және энергетика саласына қатысты ағымдық өзгерістер, энергетика саласы алдындағы жаңа талаптар мен міндеттер, жаһандық рецессияға қарсы шаралар қарастырылып, халықаралық энергетикалық қауіпсіздік стратегиясында батыс пен шығыс арасындағы байланыс өткел іспетті болып отырған Қазақстанның рөлі талқыға түспек. Форум барысында мұнай-газ саласына қатысты түйіткілдер өз шешімін табады деп күтілуде.